Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Magic School деп аталатын жасанды интеллект негізінде жасалған, жасанды интеллекттің 60-тан аса құралдарына берілген керемет платформа болып табылады. Бұл платформа әлемдік деңгейдегі платформа деп айтуға болады, себебі бұл жердегі құралдар өте әмбебап деп айтуға болады, уникальный құралдар бар. Өздеріңіз қажетін алсаңыздар болады. Енді бұл платформаға тіркеліп алу үшін әдеттегідей өздеріңіз Google платформасы, Google-дағы регистрация почталарыңыз арқылы тіркелген осы платформаға кіресіздер. Googleға Magic School деп жазып, бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Сол жерден ең алдымен біз тіркеліп аламыз. Бізде үнсіз келісіммен ағылшын тілінде болады барлығы, орысшаға браузерде аударып аламыз. Және де магия искусственного интеллекта в помощь преподавателям, ұстаздарға арналған ғажайып жасанды интеллект құралдары. Авторизация, бесплатная регистрация деп тіркеліп аламыз. Авторизация деп, менің жағдайымда авторизация дейміз, себебі мен уже тіркелдім бұл платформаға. Google арқылы тіркеліп аласыздар. Тіркелу өте оңай, оған тоқталмай қояйын. Енді бұл жерде қандай керемет мүмкіндіктер бар? Қараңыздар, пользовательский чат, яғни чат-бот жасап қоюға болады сыныптарымызбен. Көп жағдайда біз WhatsApp-пен қолданып жатамыз, бірақ кейде осындай жеке чаттың болғаны әрине бізге керек. Оценка с множественным выбором, яғни тест сұрақтары, квиздар, бірнеше дұрыс жауаптармен жасауға болатын тесттің түрлері. Сабақ жоспары бұл біздерге ең бірінші орында тұратын ұстаздар үшін керекті. Сабақ жоспары болып табылады. Переписчик тексті, яғни кез келген текстті мәтінді алып, оны басқаша түрде өзіңіздің критерийлеріңізді қоса отырып, қайтадан жаңа мәтін алуға болатын мүмкіндік. Оны бізге жасанды интеллект жасап береді. Комментарийді білу успеваемости дейді, яғни әртүрлі, енді біз көп жағдайда балаларға сипаттама береміз, комментарий жазып отырамыз жұмыстарына қарай, сол комментарийді генерация жасап беріп отырады. Вопросы по видео на YouTube, яғни YouTube-тың сілтемесін қою арқылы біз сол YouTube сілтемесінде, сол видеода қандай тақырып қозғалған, яғни осы туралы бізге жасанды интеллект соны генерациялап ішіндегі мазмұнын жазып беретін болады. Не туралы айтылғандығы туралы. Сол сияқты мына жерде өте көп құралдар бар, түрлі құралдар бар. Оның барлығын өзіңіз асықпай қарап шықсаңыздар болады. Выравниватель тексті, кез келген мәтінді өзіңіздің жаңағы балалардың сыныбына қарай, оқу деңгейіне қарай жаңағы реттеуге болады. Генератор песен дегенде бұл да бір қызықты құралдың бірі. Мына жерге өзіңіз звездочка қойсаңыздар, өзіңіздің жиі қолданатын ретінде ол бірінші тізімде болып тұрады сіздерде. Переводчик, бұны да сіздер өздеріңізге сақтап қойсаңыздар болады избранныйға. Математические задачи со словами, яғни жасанды интеллект сіздің мәтініңізге қарай математикалық есептерді құрастырып береді. Учительские шутки дейді, бұны да қандай да бір мәтінге қатысты қызықты шуткалар жазып береді. Сонымен қатар тағы не айтуға болады? Сумматор тексті, яғни үлкен көлемдегі мәтіндерді енгізсеңіздер, соның ішіндегі, яғни сол мәтінде не туралы айтылып жатыр, айтамыз ғой, қаймағын бізге жазып береді. Яғни выжимка дейді ғой, орысша айтқан кезде, сол мәтін не туралы, не айтылды, сонда мысалы қандай да бір статья болса, яғни автор не айтқысы келді, резюмировать етіп береді бізге. Корректор тексті, мәтінді редакция жасап береді. Сонымен қатар осындай түрлі ойындар бар. Түрлі
генератор словарного списка, яғни пәнге байланысты, тақырыпқа байланысты осындай сөздерге словарный список жасап береді, тізім жасап береді. Бұл да бір керемет дүниелер. Өте көп, 60-тан аса осындай дүниелер бар екен. Керемет деп ойлаймын, өздеріңізге қажеттісін аласыздар. Енді біз осы жерден бір-екеуіне тоқталып өтейік. Мінекей план уроканы да біз өзімізге алып қояйық, звездочка ретінде. Оценки с множеством выбором, вопросы YouTube дейміз, енді осыларда біз звездочкамен алып избранныйға қойсақ, ол бізде сәйкесінше мінекей жоғары жағында тұрады. Біз жиі қолданатындарымызды осы жерге қойып қойсақ болады екен. Енді олай болса, мысалы сабақ жоспары план урока деген жерде, мысалы 8-ші сыныпқа безопасность сети деп жазайық. Сети, интернет деп жазайық. Кибербуллинг. Кибербуллинг. Сетевой этикет деп қояйық. Енді осы тақырыпта бізге сабақ жоспарын жасап берсін. Мінекей қазір барлығы ағылшын тілінде генерация жасалып жатыр. Енді осылардың барлығын автоматты түрде біз орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударып ала алады екенбіз. Енді мына жерде бізде автоматты түрде бізге қазақша берді, орысша берді. Мақсаты қандай, бағалау, кілтті моменттер деген сияқты, ключевые моменты дейді. Енді бұл жерде біздің аудармамызды басқа тілге де аударып алсақ болады, соның ішінде қазақшаға аударып алсақ болады. Сөйтіп біз бұл немізді өзімізге қажетті тілде қолданатын боламыз. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Magic School деп аталатын жасанды интеллект негізінде жасалған, жасанды интеллекттің 60-тан аса құралдырген керемет платформа болып табылады. Бұл платформа әлемдік деңгейдегі платформа деп айтуға болады, себебі бұл жердегі құралдар өте әмбебап деп айтуға болады, уникальный құралдар бар. Өздеріңіз қажетін алсаңыздар болады. Енді бұл платформаға тіркеліп алу үшін әдеттегідей өздеріңіз Google платформасы, Google-дағы регистрация почталарыңыз арқылы тіркелген осы платформаға кіресіздер. Google-ға Magic School деп жазып, бірінші тұрған сілтемеге өтеміз. Сол жерден ең алдымен біз тіркеліп аламыз. Бізде үнсіз келісіммен ағылшын тілінде болады барлығы, орысшаға браузерде аударып аламыз. Және де магия искусственного интеллекта в помощь преподавателям, ұстаздарға арналған ғажайып жасанды интеллект құралдары. Авторизация, бесплатная регистрация деп тіркеліп аламыз. Авторизация деп, менің жағдайымда авторизация дейміз, себебі мен уже тіркелдім бұл платформаға. Google арқылы тіркеліп аласыздар. Тіркелу өте оңай, енді оған тоқталмай қояйын. Енді бұл жерде қандай керемет мүмкіндіктер бар. Қараңыздар, пользовательский чат, яғни чат-бот жасап қоюға болады сыныптарымызбен. Көп жағдайда біз WhatsApp-пен қолданып жатамыз, бірақ кейде осындай жеке чаттың болғаны әрине бізге керек. Оценка с множественным выбором, яғни тест сұрақтары, квиздар, бірнеше дұрыс жауаптармен жасауға болатын тесттің түрлері. Сабақ жоспары бұл біздегі ең бірінші орында тұратын ұстаздар үшін.
керек дүние, сабақ жоспары болып табылады. Переписчик тексті дейді, яғни кез келген текстті, мәтінді алып, оны басқаша түрде өзіңіздің критерийлеріңізді қоса отырып, қайтадан жаңа мәтін алуға болатын мүмкіндік, оны бізге жасанды интеллект жасап береді. Комментарий пробелі успеваемости дейді, яғни әртүрлі, енді біз көп жағдайда балаларға сипаттама береміз, комментарий жазып отырамыз жұмыстарына қарай, сол комментарийді генерация жасап беріп отырады. Вопросы по видео на YouTube, яғни YouTube-тың сілтемесін қою арқылы біз сол YouTube сілтемесінде, сол видеода қандай тақырып қозғалған, яғни осы туралы бізге жасанды интеллект соны генерациялап ішіндегі мазмұнын жазып беретін болады, не туралы айтылғандығы туралы. Сол сияқты мына жерде өте көп құралдар бар, түрлі құралдар бар, оның барлығын өзіңіз асықпай қарап шықсаңыздар болады. Выравниватель тексті, кез келген мәтінді өзіңіздің жаңағы балалардың сыныбына қарай, оқу деңгейіне қарай жаңағы реттеуге болады. Генератор песен дегенде бұл да бір қызықты құралдың бірі. Мына жерге өзіңіз звездочка қойып қойсаңыздар, өзіңіздің жиі қолданатын ретінде ол бірінші тізімде болып тұрады сіздерде. Переводчик, бұны да сіздер өздеріңізге сақтап қойсаңыздар болады, избранныйға. Математические задачи со словами, яғни жасанды интеллект сіздің мәтініңізге қарай математикалық есептерді құрастырып береді. Учительские шутки дейді, бұны да қандай да бір мәтінге қатысты қызықты шуткаларды жазып береді. Сонымен қатар тағы не айтуға болады? Сумматор тексті, яғни үлкен көлемдегі мәтіндерді енгізсеңіздер, соның ішіндегі, яғни сол мәтінде не туралы айтылып жатыр, айтамыз ғой, қаймағын бізге жазып береді. Яғни выжимка дейді ғой, орысша айтқан кезде, сол мәтін не туралы, не айтылды, сонда мысалы қандай да бір статья болса, яғни автор не айтқысы келді, резюмировать етіп береді бізге. Корректор тексті, мәтінді редакция жасап береді. Сонымен қатар осындай түрлі ойындар бар. Түрлі генератор словарного списка, яғни пәнге байланысты, тақырыпқа байланысты осындай сөздерге словарный список жасап береді, тізім жасап береді. Бұл да бір керемет дүниелер. Өте көп, 60-тан аса осындай дүниелер бар екен. Керемет деп ойлаймын, өздеріңізге қажеттісін аласыздар. Енді біз осы жерден бір-екеуіне тоқталып өтейік. Мінекей план уроканы да біз өзімізге алып қояйық, звездочка ретінде. Оценки с множеством выбором, вопросы YouTube дейміз, енді осыларда біз звездочкамен алып избранныйға қойсақ, ол бізде сәйкесінше мінекей жоғары жағында тұрады. Біз жиі қолданатындарымызды осы жерге қойып қойсақ болады екен. Енді олай болса, мысалы сабақ жоспары, план урока деген жерде, мысалы 8-ші сыныпқа безопасность сети деп жазайық. Кибербуллинг. Кибербуллинг. Сетевой этикет деп қояйық. Енді осы тақырыпта бізге сабақ жоспарын жасап берсін.
Мінекей қазір барлық ағылшын тілінде генерация жасалып жатыр. Енді осылардың барлығын автоматты түрде біз орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударып ала алады екенбіз. Енді мына жерде бізде автоматты түрде бізге қазақша берді, орысша берді. Мақсаты қандай, бағалау, кілтті моменттер деген сияқты, ключевые моменты дейді. Енді бұл жерде біз аудармамызды басқа тілге де аударып алсақ болады, соның ішінде қазақшаға аударып алсақ болады. Сөйтіп біз бұл немізді өзімізге қажетті тілде қолданатын боламыз. Казахский. Казахский язык. Перевести язык. Интернет қауіпсіздігі бойынша мінекей сабақ жоспары, мақсаты, оқушылар не алады соңында, бағалау, негізгі ключевые моменты дегенде негізгі нүктелер деп аударып тұр. Енді өздеріңіз қарайсыздар, кішкене редакция жасайсыздар, соңында не қандай қорытынды және үй жұмысы деген сияқты тапсырмалар беріледі. Көшіріп алуға болады, немесе экспорттауға болады. Word форматында экспорттап алуға болады. Экспорттау десеңіздер, оны өзіміздің жаңағы жүктелген загрузкемізден көре аламыз. Мінекей осындай мүмкіндіктері бар. Бұл бізде сабақ жоспарлау. Қазір браузер енді қазақ тіліне аударып тұр автоматты түрде. Ән генераторы дегенде бір қызық дүние. Орысша жаза берейінші, про учителя. Нұр деп қояйын менде, Она очень милая и строгая, инноватор деген сияқты бір сөздерді жазып қояйық и жасау дейік. Осылай жазып қояйық и генерацияға жібереміз. Қазір бізде осы тақырыпта ән жазылып жатыр. Мінекей. Өте бір сондай қызықты. Келесі менде бұл тест көп таңдауды бағалау, яғни тест құрастыру. Сұрақтардың саны 5. Система счета деген тақырыпта, яғни санау жүйелері деген тақырыпта біз ағылшыншада, орысшада, қазақшада запросты жібере берсеңіздер болады, жаза берсеңіздер болады. Сәйкесінше осындай сұрақтарды бізде автоматты түрде құрастырып берді, және де олардың мінекей дұрыс жауаптарын берді. Сәйкесінше сол сияқты 5, 10, 20 сұрақтарды өздеріңіз құрастыра аласыздар. Сол сияқты YouTube сұрақтары дегенде өте қызық. Мысалы, менің каналымнан осы Coursera тақырыбында бір видеоны алайын, және де осыны сілтемесін қояйын. Және жерде
осы видеода қандай тақырып қозғалды, сол туралы маған сұрақтар құрастырып береді, иә. Және де мінекей қараңыздар, Coursera деген онлайн платформа, иә, негізгі тақырыбы онлайн платформа, оған кімдер қатыса алады, өте сауатты жазылды, өте дұрыс, шын мәнінде дұрыс жауаптары барлығы берілген. Менің ойымша керемет платформа деп ойлаймын. Өздеріңіз керектеріңізге жаратасыздар деп ойлаймын. Мына жерде мұғалім әзілдеріне де тоқталып өтейік. Мысалы, про сетевую безопасность деп жазып көрейік. Иә, қандай шутка алу керек, шутка айтсын. Неліктен компьютер терапияға барды дейді. Дулыға келген хакерді қалайдасыз? Қатты хакер дейді. Енді сондай бір жасанды интеллекттің осындай бір шуткалары, иә. Оны да бір сәтінде қолдануға болады деп ойлаймын. Мінекей осы платформаны сіздерге ұсынамын. Керемет платформа. Егер де платформа ұнаса, менің видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Рахмет. Казахский язык. Перевести деп. Интернет қауіпсіздігі бойынша мінекей сабақ жоспары, мақсаты, оқушылар не алады соңында, бағалау, негізгі ключевой моменті дегенде негізгі нүктелер деп аударып тұр. Енді өздеріңіз қарайсыздар, кішкене редакция жасайсыздар, иә, соңында не қандай қорытынды және де үй жұмысы деген сияқты тапсырмалар беріледі. Көшіріп алуға болады, немесе экспорттауға болады. Word форматында экспорттап алуға болады. Экспорттау десеңіздер, оны өзіміздің жаңағы жүктелген загрузкимыздан көре аламыз, иә. Мінекей осындай мүмкіндіктері бар. Бұл бізде сабақ жоспарлау. Мінекей мен қазір браузер енді бәрін қазақ тіліне аударып тұр, автоматты түрде. Ән генераторы дегенде бір қызық дүние. Орысша жаза берейінші, про учителя. Нұр деп қояйын менде, иә. Она очень милая и строгая, инноватор деген сияқты бір сөздерді жазып қояйық и жасау дейік. Жазып қояйық и генерацияға жібереміз. Қазір бізде осы тақырыпта ән жазылып жатыр. Мінекей, өте бір сондай қызықты. Келесі менде бұл тест көп таңдауды бағалау, яғни тест құрастыру. Сұрақтардың саны 5. Система счета деген тақырыпта, яғни санау жүйелері деген тақырыпта біз ағылшынша да, орысша да, қазақша да запросты жібере берсеңіздер болады, жаза берсеңіздер болады. Сәйкесінше осындай сұрақтарды бізде автоматты түрде құрастырып берді, иә. Және де олардың дұрыс жауаптарын берді. Сәйкесінше сол сияқты 5, 10, 20 сұрақтарды өздеріңіз құрастыра аласыздар.
Сол сияқты YouTube сұрақтары дегенде өте қызық. Мысалы, менің каналымнан осы Coursera тақырыбында бір видеоны алайын және де осыны сілтемесін қояйын. Және осы жерде осы видеода қандай тақырып қозғалды, сол туралы маған сұрақтар құрастырып береді, және де мінекей қараңыздар. Coursera деген онлайн платформа, негізгі тақырыбы онлайн платформа, оған кімдер қатыса алады, өте сауатты жазылды, өте дұрыс, шын мәнінде дұрыс жауаптары барлығы берілген. Менің ойымша керемет платформа деп ойлаймын. Өздеріңіз керектеріңізге жаратасыздар деп ойлаймын. Мына жерде мұғалім әзілдеріне де тоқталып өтейік. Мысалы, про сетевую безопасность деп жазып көрейік. Қандай шутка алу керек, шутка айтсын. Неліктен компьютер терапия барды дейді. Дуылға келген хакерді қалайдыңыз? Қатты хакер дейді. Сондай бір жасанды интеллекттің осындай бір шуткалары, оны да бір сәтінде қолдануға болады деп ойлаймын. Мінекей осы платформаны сіздерге ұсынамын. Керемет платформа. Егер де платформа ұнаса, менің видеом сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Рахмет.